Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Назарларыңызда журналист Қалиақбар Үсенханұлының ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен қоғамдағы қоламталы мәселелерді тілге тиек ететін көкейтесті бағдарламасы. Көкейтестінің бүгінгі кезегінде біз Ресейге салынған санкциялардың еліміз экономикасына жасайтын әсері мен оның келеңсіздіктері туралы сөз қозғаймыз. Бүгінгі көкейтестінің қонағы белгілі кәсіпкер, экономист Ербосын Нұрмұханұлы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Аға, енді өзіңіз де білесіз, мынау Украина даласында соғыстың жүріп жатқанына 44 күн болды. Осы соғыс бастала салып, Украина даласына шапқыншылық жасап кірген Ресейге батыс елдері санкцияны бір кісідей салып бақты. Яғни санкцияның астынан алды. Екі түйе сүйкөнісі арасында шыбын өледі дегендей, бұл санкцияның бізге де әсері аз болып жатқан жоқ. Енді экономист ретінде осы санкцияның салдары қанша уақытқа созылады, қандай жағымсыз әсерлері болуы мүмкін, қандай тиімділіктері де болуы мүмкін? Енді жалпы бұл соғыс болғаннан кейін соғыс кім-кімге де тиімсіз. Оның үстіне, соның ішінде жалпы біз Ресеймен көршіміз. Ресеймен көрші ең ұзын шекарасы бар. Әлемдегі ең ұзын шекарасы 7500 километр шекарасы бар. Сонымен бірге біз Ресеймен экономикалық одақпыз. Бір одақтамыз. Экономикалық одақтың бір одақта болғаннан кейін, оның біз Ресейден кіргізетін импортымыз 42% импортымызды Ресейден кіргіземіз. Сонымен бірге Қазақстан Ресейдің ең үлкен сауда серігі. Бұндай Ресей біздің ең үлкен сауда серігіміз. Егер де бұндай жағдайда әрине бізге оның халқына оның әсері тимеуі мүмкін емес. Ол біріншіден біздің қаржылық жүйемізге әсер етеді. Өздеріңіз де байқадыңыздар, Ресейге санкция сала бастағанда бірден теңге құлдырап 530-ға дейін барды. Ал енді ол қайтадан әзір 400-дің ішіне келді. Бұның өзі бұл 400-дің ішіне қайтатын келуі бірде 500-ге 400-дің келуі бұл теңгенің тұрақсыздығынан дерек береді. Яғни бірде жоғарылап, бірде түсіп, бұл тұрақсыздық. Сондықтан бірінші біздің қаржылық тұрақсыздығы, яғни бұл соғыс болғаннан кейін біздің іштегі валюта, шетел валютасы сыртқа ағылып жатыр. Ал енді ұлттық банк қайта интервенция жасап жатыр. Бұның интервенцияны жасай беру деген ол не болады? Соңында апарып бұл біздің ұлттық қорымызды және де валюталық резервімізді сарқиды. Яғни біз ақша жұмсап теңгемізді ұстап отырмыз деген сөз ғой? Ақша жұмсап теңгемізді құнын ұстап отырмыз. Енді сонымен бірге бұл жаңағы Ресейдің рублиға байланысты саясатының қайта өзгеруі, яғни батыстың осы рублиға байланысты санкцияны қайта-қайтасын салу біздің теңгемізді бірде жоғарылатса, бірде төмендетеді. Бұл біздің жалпы қаржылық жүйемізде біз теңгеміздің қанша болса өзімізге тиімді екенін біз қазір біле алмайтын деңгейге жетті. Мөлшерлей алмаймыз. Өйткені қазір заттың бағасы өсіп кетті. Ресейдің зат бағасы да тұрақсыз қазір. Онда тұрақсыз. Біздің жалпы экономикалық одақта бұл тұрақсыздық қалыптасты. Бұл енді біздің жалпы кәсіпкерлер үшін айтқанда, мемлекет үшін айтқанда, қаржылық жүйенің тұрақсыздығын келтіріп шығарғаннан кейін кәсіпкерлер теңге жалпы өзінің қаржысын немен сақтау керек екендігін біле алмай қалады. Бірде теңгемен сақтағысы, бірде валютамен жаңағы доллармен сақтағысы келеді. Яғни доллармен сауда істеу мен теңгемен сауда істеу керек пе дегенде, бұл кәсіпкерлердің сонымен бірге тұтынушылардың осы валютаға болған көзқарасы тұрақсызданады. Бұл тұрақсызданғаннан кейін бұл бүкіл зат бағасының тұрақсыздығын және де қаржылық жүйенің тұрақсыздығын келтіріп шығарады. Сол үшін бұл санкцияның әсері ең алдымен біздің қаржылық жүйемізге әсер етеді. Ал енді екінші, жаңа айттық, бұл екінші біздің зат бағасының тұрақсыздығын келтіріп шығарады. Енді бұл зат бағасының тұрақсыздығын келтіріп шығарғаннан ол неге әсер етеді? Біздің күнделікті тұтынушының сатып алу қуатын әсер етеді. Сатып алу тұрмыс жағдайын төмендетеді. Бұл тұрмыс жағдайының төмендеуі және де жалпы
қоғамда мемлекеттің тұрақсыздығын келтіріп шығарады. Саяси тұрақсыздыққа апарып соғады. Сол үшін бұнда қаржы жалпы осы саяси тұрақсыздық болады екен, ол бүкіл мемлекеттің экономикасын артқасын шегіндіреді. Не себепті десеңіз, ол саяси тұрақсыздық болса, бірінші біздің инвестициялық ортамыз нашарлайды. Инвестициялық орта нашарлағаннан кейін қаржы келмейді. Сол сияқты біріне бірі жаңағы тізбектік әсер жасайды. Енді бұл әрине бұл жаңағы соғыстың біреуге зияны болса, біреуге пайдасы бар. Бірақ бұл егерде біз жаңағы осы бізге әсер етіп жатқаны қысқа мерзімді жағдайда бізге өте ауыр зиян алып келеді. Ешқандай пайда жоқ. Ол ешқандай пайда жоқ. Бірақ ұзақ мерзімден қарайтын болсақ, онда бізге ол пайдалы деп есептеуге болады. Себебі біздің қазір экономикалық одақта 80 неше пайыз үлес Ресейдің үлесінде. 85% ба? Иә. Әйтеуір мен білгенше 80 неше пайыз. Енді ол біз осы егерде Ресейдің экономикасы күйреп, болмаса құлдырап, санкция үздіксіз салына беретін болса, оның инвестициялық ортасы тіпті нашарлайды да, ол жаңағы оның әлемдік инвестициялық рейтинг нашарлайды. Ол нашарлағаннан кейін инвестиция Ресейге бармайды, керісінше осы шикізаттың Ресейде шикізатты өндіретін мемлекет, бізде шикізат өндіретін мемлекетпіз. Шикізатқа байланысты инвестиция салу керек болса, ол бірінші Қазақстан таңдалады. Бұл енді сіз ұзақ уақыттық жоспар деп отырсыз ғой. Иә. Ал енді жуан жіңішке еріп жіңішке үзілгенше біздің жанымыз соған шыдай ма? Экономикамыз көтере ма? Ол әрине шыдайды. Біздің енді экономикамыз да бұл жерде соғыстың ұзақ болғанда соғыс енді ол мына соғыстың түрінен қарағанда ол бір 5-6 жыл болмаса 10 жылға баратын соғыс емес. Қазіргі соғыстың егерде Ресей мен Украинаның соғысы ары кетсе жаңағы бір жылға бару мүмкін. Күзде ақырласуы мүмкін. Иә, күзде ақырласу, әуелі осы майға дейін ақырласу, өйткені Ресейдің арт жағы белгілі болып тұр. Ол дефолтқа апарып соғады деп жатыр. Ол дефолтқа апарып соғатын болса, онда ол Ресей бұл соғысты ары қарай жалғастыра алмайды. Енді дефолт дегеніміз бұл енді қазақша айтқанда қаржылық күйреу ғой, банкроттық. Яғни мемлекет өзінің басқа мемлекеттерге болмаса сыртқа қарызын қайтара алмай қалады. Қайтара алмай қалса не болады? Ресей пайда таппай ма? Қарызын қайтара алмай қалғаннан кейін ол инвестиция келмей, онымен ешкім сауда істемейді. Сенімсіз мемлекетке айналады. Сенімсіз мемлекетке айналған соң онымен халықаралық сауда, импорт, экспорт несі тіпті жаңағы тоқтайды. Жақсы, енді оқырмандар бізден қысқадан нұсқа жауап күтіп отырған болуы мүмкін. Сіз жаңа айттыңыз, болашақтан ұзақ болашақ мерзімнен алып қарағанда Ресейдің экономикасы сыр беретіні, әзірдің өзінде сыр бергені болашаққа шыдамайтынын айтып отырсыз. Біз бір одақтамыз. Сіздің көзқарасыңызша экономикалық одақтан шығуымыз керек пе? Экономикалық одақтан ерте ме кеш пе шығамыз. Бұл енді қазір шығу керек деген сөз емес, бірақ уақыттың еншісінде ерте ме кеш пе шығамыз. Өйткені Ресейдің экономикасы егерде осы батыспен тістескен болса, ол бәрібір біз еріксіз шығамыз одан. Өзіміз шықпайық десек те шығамыз, еріксіз шығамыз. Бейне тәуелсіздік алған кездегі жұртта қалғанымыз сияқты. Сол сияқты Ресей ертеңгі күні егерде осы жалғас санкция салына беретін болса, онда Ресей мүлдем күйрейді. Экономика күйрейді, саяси жақтан күйрейді, жан жақтан күйрейді. Ол кезде бізге бір жаңағы ит талаған тауықтай болған бір мемлекеттің бізге не керегі бар? Ол қайта біз өзіміздің жаңағы көршілерімізбен, басқа да түркі бауырларымыз бар, басқа да жаңағы алпауыт елдер бар. Солармен саудамызды істей бергеніміз дұрыс. Енді ол сондықтан бұл жаңағы неден шығу уақыттың еншісінде. Демек, біз қазір Еуразиялық экономикалық одақтан шығамыз деп айғайлап аттығудың қажеті жоқ. Уақыт өзі көрсетеді, өзі келеді кез, иә? Енді халықтың ойлап отырғаны, қазіргі басты мәселесі күнкөрісі, соның бірі теңгеге байланған. Осы жақынғы күндерден бері теңге бұрынғы орнына қайтып келе жатыр, яғни бүгін 458-ге дейін төмендеді.
Бұл енді теңгеміздің нығайып келе жатқаны ма, сенімділік па, жоқ, әлі де белгісіз ба? Бұл біздің теңгеміз рубльға байланысты. Біз рубльға байланған. Яғни біздің импортымыз 42% Ресейден кіргізіп атқаннан кейін, қазір Ресей біз рубльмен ғана сауда істейміз деген сондай саясат қолданып отыр. Егер рубльдің сұранысы қазірше сондай бір саясаттық деңгейде, бұл жаңағы уақыттық көпіршік құбылыс бұл. Егер рубльдің құны кететін болса, теңгенің де құны кетеді. Рубльдің құны кетуі мүмкін бе? Құны кетуі мүмкін. Рубльдің құны кетуі мүмкін. Ол қай кезде кетеді? Ол тек қана осы көпіршіктің экономикалық саясат өзгеріп, көпіршік тарағанша, рубльдің құны кеткен соң, біздің де теңгеміздің де құны кетеді. Бірақ біздің теңгеміздің құны қандай кетеді? Біз керісінше сол теңгенің құнын, егер де осы Ресеймен біз жалғастыратын саудамыз істейтін болсақ, онда біздің рубльдің құны кеткен кезде бізде теңгенің құнын кетіруге міндеттіміз. Егер де өйтпейтін болсақ, онда біз Ресейден саудада ұтыламыз. Ресейдің тауарының бәрі арзан болып, біздің тауар қымбатқа шығады. Ол кезде біздің валютамыздың барлығы, ақшамыздың бәрі Ресейге ағылады. Сол үшін біз өзі жаңағы істікте күймейтін, төстікте күймейтін де белгілі бір деңгейде теңгенің құнын сақтау керек. Қазіргі құбылыс бір көмескі құбылыс. Бұл нақтылы теңгенің қатайғандығын, яғни біздің экономикамыздың бір керемет болып тұрғандығын дерек бермейді. Алдамшы үміт дейсіз ғой. Бұл алдамшы үміт, бірақ Ресейдің экономикасының күйреуі көрініп тұрған жағдай. Сол үшін қайту керек, бізге ең маңызды нәрсе қаржы мамандары өте керек. Бұл кезде бұл жаңағы Ресейден келетін ыстық ақшалар. Ресейдің ыстық ақша деген жаңағы ақпа қаржылар. Ол арнаулы бір мемлекеттің жаңағы теңге ақшасы, валютасы құлдыраған кезде оны сатып алып, өскен кезде қайта сатып, сол мемлекеттің қаржылық жүйесін тұрақсыздандырады. Яғни жаңағы Америкада Сорос, Таиландтың несінде сондай не тудырды, қаржылық шығыс оңтүстік Азия финанс дағдарысы. Осындай арзан кезінде сатып алып, қымбатқа сататын ақшаның өзі тауар. Сол ақшаның, егерде қаржы жүйесі соған қарай, сол елде сондай ақпа қаржылардың, яғни ыстық ақшалардың меңгеруіне түсіп кететін болса, онда біз теңгемізді ұстап тұра алмаймыз. Сол үшін бұл салада тек қана жаңағы өндіріспен неге байланыстымыз, қаржы мамандарда біз үшін айтқанда ауадай қажет. Бұған өте қырағылықпен сақ болу керек. Бүкіл экономистер еңбек ету керек дейсіз ғой. Иә, сырттан қанша ақша келіп жатыр, сыртқа қанша ақша кетіп жатыр, бұл биржада қандай жұмыстар жүріліп жатыр, соның барлығын қадағалап тұру керек. Рахмет. Енді болашақта Еуразиялық экономикалық одақ аясында ортақ валюта жасалуы мүмкін, осындай ортақ валюта болуы мүмкін деген пікірді айтылып жатыр. Келісесіз бе? Ол мүмкін емес. Ол Еуразия экономикалық одақта бұдан кейін мүмкін бұрын болады, мүмкіндік болса, бұдан кейін мүмкіндік жоқ. Өзі құлайын деп тұрған одақта ортақ ақша не керек дейсіз? Ортақ ақша не керек? Оған ортақ ақша не керек? Енді бұдан кейін Қазақстанның инвестициялық ортасы қазіргі осы Орта Азиядағы және де бүкіл осы бұрынғы посткеңестік мемлекеттердің ішінде ең жақсы деңгейде, рейтингіміз ең жақсы деңгейде. Сондықтан Қазақстанның бұдан кейінгі экономикасы жақсы болады деп сенемін. Саяси тұрақты, ең бастысы саяси тұрақтылық болса, саяси тұрақтылық шарты астында экономика сөзсіз жоғары өрлейді. Енді сөзіміздің түйінін халыққа қарай отырайықшы. Осы ары бері сенделген теңгенің бағамына қарап халықта не істерін білмей қалды. Халық не істеу керек осы санкцияға төтеп беру үшін? Үкімет өз шараларын қолданар, комиссия құрып жатыр, дағдарысқа төтеп беретін жедел штабта құрды, олар жұмыстарын істеп жатыр. Қарапайым халық не істеу керек? Ақшасын теңгемен сақтау керек па? Доллар алып сақтау керек па? Қалай істеу керек? Кейбір ақшасы бар ағайындарымыз алтын алып сақтап жатыр деп естиміз. Не істеу керек? Бұл жерде
аз ақша көп ақша деген нәрсе бар. Мейлі ол жерде аз ақша болсын, көп ақша болсын, бұл қаржылық жүйесінде қаржы жөнінде үлкен сауаты болмаса, яки теңгемен, яки доллармен сақтаймын деп өйтіп бір жақтылыққа кетпеу керек. Күнделікті қалыпты тұрмысын кешіріп жүре берсін. Сауда саттығын сол теңгемен істеп жүре берсін. Ол жерде егер де ол қырғын ақшасы болса, онда жаңағы депозитқа қойып қойған. Онда оның енді әрине оның жаңағы жартысын немен доллармен, жартысын теңгемен солай қауіпсіздік үшін сақтауға болады. Бірақ енді ананы айтты, мынаны айт, егер де сондай үлкен көп ақшасы болатын болса, ол тұрақты мүлікті алу керек. Оның құны кетпейді. Біздің енді өзімді бәрімізге белгілі көріп отырмыз. Үйдің бағасы, көліктің бағасы, жалпы осы тұрақты мүліктің бағасы жылдан жылға өсіп кетіп барады. Ол ешқашан өз құнын жоғалтпайды. Оның үстіне біздің осындай дәл осындай кезде экономикалық өсу кезінде ол тіпті шарықтай береді. Зат бағасы өсіп жатыр, зат бағасы өскеннен кейін оның қатысты құрылыс материалдар өседі, материал өскеннен кейін үйдің нарқы өседі. Сонымен бірге экономикалық бізде өсім байқалып отыр. Қарасаңыз, инвестиция көлемі Қазақпараттың ақпаратынан көрдік алдың күні. Олда инвестицияның көлемі қазір бұрынғы пандемияның алдындағы деңгейге қайтадан келгенбіз. Қайта жетті қазір. Сіз сенесіз бе соған? Оған сенем. Оған сенетін себебі бұл жерде бізге қазір Ресейдің, посткеңестік басқа мемлекеттердің және де сыртқы осы инвестицияға байланысты инвесторлар осы Қазақстанды жағдайын жақсы көріп отыр. Өйткені екі себеп бар. Бірінші, ауыл шаруашылық жағында Украина, Ресей екеуі астық базасы, үлкен астық базасы бүкіл әлемдегі. Бұлардың жағдайы қиындағаннан кейін ол астық әлемдегі ең сұранысқа ие тауар болады. Арабтың көбі Украинадан алады. Шығыс оңтүстік Азиядан Украинадан және Ресейден алады. Соғыс болғаннан кейін бүкіл әлемде жалпы сақтық күшейеді. Яғни қорғаныс, мемлекет қорғанысы күшейтуге тура келеді. Енді жаңағы сақтансаң сақтайды ғой. Бәрі де алдымен сақтанады. Ол сақтанғанда әскери қорғанысқа не керек? Әскери қорғанысқа түсті металл керек. Түсті металл, оның ішінде жаңағы темір, алюминий, анау мырыш, мысы дегендей, жалпы осы қару-жараққа түсті металл керек. Түсті металдың шикізатқа бай мемлекет кім? Ол Қазақстан, жаңағы Ресей, бірақ Ресейден әрине ешкім алмайды. Бұл Қазақстан соған ең бай мемлекеттің біреуі. Сол үшін Қазақстанның осы шикізатқа ресурстарға салынатын инвестиция бұдан кейін тіпті көбейеді. Бұл жағында біз енді осы бұрын да сатып келе жатырмыз, бұдан кейін тіпті де шикізатты көп өндіріп сататын боламыз. Бұл енді біз үшін айтқанда табыс. Жақсы. Енді астық деп қалдыңыз. Ресей, дүние әлемдегі астықтың 1/4 Ресей мен Украинада өндіріледі екен. Биыл Ресейдің астығын батыс елдер алмауы мүмкін, ал Украинада қазір егіс жұмыстары жүріп жатқан жоқ. Демек, әлемде астық дағдарысы туылуы мүмкін. Қазақстан өткен жылы 18 миллион тонна астық өндірген еді. Оның 9 миллион экспортқа шығаратын едік. Биыл астыққа қажет қылған елдер біздің астығымызды сатып алып кетіп, өзіміздің елде астықтың тапшылығы, азық-түліктің тапшылығы туылуы мүмкін бе сіз? Оны ауыл шаруашылық министрлігі және де біздің сауда министрлігі осы жағын қатаң қадағалау керек. Егер де жайып тастап жаңағы ұзын арқан кең соғып жіберсе, әрине тапшылық туылуы мүмкін. Сондықтан біздің өзіміздің сақтық, резервтік астықты сөзсіз сақтап, оның сыртында өзімізден асқанды экспорт ету керек. Астықтың әлемде қысқасы тапшылығы биыл міндетті түрде көрінеді. Демек, Қазақстанның
құзырлы органдары сақтықты күшейту құзырлы керек. органдары сақтықты күшейту керек. Өзімізді бірінші өзіміздің жаңағы 2 жылдық 3 жылдық жаңағы астығымыз қамтамасыз етілген жағдайда оның сыртында экспортқа шығаруға болады. Енді осындай жағдайды орайды мықты ұстап, мүмкіндікті жаңағы ауыл шаруашылыққа баса мән беріп, ауыл шаруашылықты дамыту керек. Бұрынғы егістік егілмеген жерлерді егу керек. Дұрыс айтасыз. Енді бұл Қазақстанда ауыл шаруашылығын дамыту дегенмен 18 миллион тонна астық аламыз дегенмен көбі шөл атыздар, яғни жаңбыр суына таянады. Бізде Қытайдағы сияқты, Израильдағы сияқты тамырдан тамшылатып суаратын, бүркіп суаратын, арық тоған құрылысын дамытқан өндірісі өте аз. Бұл енді дамып келеді. Әрине бұл өте тамаша ұсыныс. Енді тағы бір мәселе. Сіз жаңа көліктің бағасы қымбаттайды дедіңіз. Мына утилизациядан кейін көлік арзандайтын болды деп қуанып жүрген халықтың соңғы күндері бұл қуанышта сап тиылған сияқты. Көлік қымбаттай ма, арзандай ма? Көлік қымбаттайды жалғасты. Өйткені ол утилизациялық алым тек оның көліктің қымбаттауына әсер ететін бір ғана фактор. Ол көліктің қымбаттауына тек қана утилизациялық алым ғана ықпал етіп жатқан жоқ. Ол көліктің қымбаттауына жаңағы теңгенің құнсыздануы, бүкіл инфляциялық жүз беруі, сонымен бірге бүкіл әлемде зат бағасы қымбаттап, яғни ақша құнсызданып жатыр. Бұл әлемде тек қана бұл көлікті біз Қазақстан өзінде ғана жинамайды, оның запчастары, оның қосымша бөлшектерін бүкіл шеттен алады. Оның үстінде жаңағы көршімізде қымбаттап жатыр көлік. Ол әлемде қымбаттап жатыр. Тек қана ол бізде ғана қымбаттап жатқан жоқ, ол көлік бүкіл әлемде қымбаттап жатыр. Сол үшін көлік жалғастырып қымбаттайды деп есептеймін. Әңгімеңізге рахмет. Әрине бұл тақырып аясында соза берсек сағаттап айтуға болатын болуы мүмкін. Демек, көкейтастың бұл кезегін осы жерден доғарайық. Алдағы күндерде осы санкцияның тағы да жанама әсерлері туралы, тиімді экономикалық ұсыныстар туралы эфирге жиі шығып, жалпы бізді халықты сауаттандыруға, халықтың қаржылық сауатын ашуға өз үлесіңізді қоссаңыз деп тілейміз. Отбасыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын. Құрметті көрермендер, ықыластарыңызға рахмет. Біз бүгін жоғарыда таныстырып өткеніміздей белгілі кәсіпкер, экономист Ербосын Нұрмұханұлын әңгімеге тартып, мынау санкцияның салқыны жайлы сөз қозғадық. Әрине бұл тақырыптың қамтымы өте кең болғандықтан түйіндеп қана айтуға тура келді. Алдағы уақытта бұл тақырыпты тағы да айналып соғуымыз мүмкін, немесе тікелей эфирге қосылып сіздердің сұрау жауаптарыңызға жауап беру арқылы осы мәселелерді кеңінен талқылаймыз. Мақсат біреу: еліміз, жеріміз бай, бақуатты болсын. Мынау әлемді қысып келе жатқан санкция дейтін, экономикалық құрсау дейтін пәленің тырнағынан аман есен құтылу. Отбасыларыңыз аман болсын, түннен түгел, күннен аман өтейік. Рахмет.